Келесі қадамда біз жер бедерінің сандық үлгісінен бөлек экспозициясы, еңістігі және де контурлар деген секілді жеке-жеке карталарды шығаруымыз қажет. Ол үшін не істейміз? Яғни осы жасалынған жұмыстарымыз сақталып қалу үшін файл save as бұны біз жеке-жеке сақтауымыз қажет. Яғни бұны жер бедерінің еңістігі картасы деп жазамыз. Еңістігі картасы деп сақтауласыздар. Жер бедерінің еңістігі картасында сіздер енді басқа растр таңдауыңыз керек. Абсолюттік биіктікті тастаймыз да dm slope дегенді басамыз. dm slope дегенді басқаннан кейін оған ат береміз, және жер бедерінің еңістігі. Жер бедерінің еңістігі градус есебімен. Градус есебімен деп жазасыздар да, сол бойынша нәтижелерді шығаруларыңыз қажет. Яғни бізде жер бедерінің еңістігі жүріп жатыр. Мысалы, жер бедерінің сандық үлгісінен Түркістан облысының жер бедерінің еңістігі картасы дейміз. Жер бедерінің еңістігі деп өзгертеміз. Жер бедерінің еңістігі, окейді басамыз. Жер бедерінің еңістігі. Шартты белгілер, мысалы, осы жақта шартты белгілерді біз қосуымыз керек енді. Шартты белгілерді қосу үшін астыңғы бөлігіне барып, шартты белгілердің ішіне кіреміз, яғни properties'қа кіреміз. Енді шартты белгілердің ішінде, мысалы, жер бедерінің еңістігін біз оң жаққа көшіруіміз керек. Абсолюттік биіктік әзірше бізге керек емес. Жер бедерінің еңістігі осылай көшіруіміз керек. Окейді басқан кезде жер бедерінің еңістігі осы есеппен шығады. Көріп отырсыздар, иә? Егер сіздердің жұмыстарыңызда көріп отырғандарыңыздай шартты белгілер сыймай қалатын болса, оны біз жақындатып өзіміздің картамызды жылжытсақ болады. Мысалы, осы жаққа қойып, біздің өз облысымызды мына қолдың көмегімен, яғни пән қолының көмегімен біз ары қарай жылжытсақ болады. Талаптар бойынша. Яғни қай жер бос, сол жаққа біз жылжытсақ болады. Егер мүлдем сыймай жататын болса, болып жатса, онда сіздер, яғни градус есебімен деген мәнді қазірше алып тастасаңыздар болады. Яғни оны барып, мысалы, немесе оны былай істесеңіздер болады. Convert to graphics басатын болсақ, біздің шартты белгілер жеке-жеке бөліп қарастырылатын болады. Ungroup жасаймыз. Градус есебімен дегенді басып, мысалы, оны Enter'ның көмегімен төмен қарай жылжытамыз. Мысалы, value-ды алып тастасаңыздар болады. Пәннің көмегімен біз жылжытамыз. Layout-тың өзінің пәні бар. Жер бедерінің еңістігі, мысалы, осылай аламыз да, мынаның барлығын мышканың сол жағымен біріктіріп, біз осы аймақтарды алып қарастыруымыз қажет. Яғни сыймай бара жатса, біз оны басқа жаққа да қойсақ қате емес. Мына жақта қай жаққа қойсақ болады. Яғни былай қойсақ, қалай өзгереді екен. Яғни сіздердің жұмыстарыңызда әртүрлі конфигурациялар болады. Сол үшін осы талаптарды орындауларыңыз қажет. Түркістан шекарасы дегенді де бөліп қарастырсақ болады, яғни сыю үшін. Немесе қазірше алғашқы қадамдарда оларды осылай жоғары көтерсеңіздер жеткілікті болады. Енді файлдың көмегімен бұны біз экспорт жасауымыз қажет. Экспорт жасамастан бұрын сіздердің карталарыңызда барлық элементтер сіздерге көрініп тұру керек.
яғни drawing сызып жатқаннан кейін сіздер файл экспорт map дегенді басуларыңыз шарт. Жер бедерінің сандық үлгісі емес, жер бедерінің еңістігі дейміз. Жер бедерінің еңістігі деп басамыз да бізде экспорт сәтті аяқталғандығын көреміз. Біз экспорт сәтті аяқталды, яғни соны біз тексеріп қарауымыз қажет. Жер бедерінің еңістігі осы бағыт бойынша көрініс тапты. Жер бедерінің еңістігі осылай көрініс тапты. Келесі қадам, енді жер бедерінің еңістігінен бөлек бізде экспозиция және де контурлар бар. Енді бізде алғашқы картаны ашуымыз қажет. Open'ды басамыз, картаны басамыз. Картаны басқаннан кейін біз бұны қайтадан пересохранить етуіміз қажет. Қайтадан басқа жаққа сақтауымыз қажет. Ол үшін не істейміз? Файл, save as. Осы жақта біз жер бедерінің экспозиция картасы. Экспозиция картасы. Картаның, яғни ArcMap'тың аты өзгергеннен кейін картаның да атын өзгертуіміз қажет. Түркістан облысының экспозициясы деп жазамыз. Жер бедерінің экспозициясы. Жер бедерінің экспозициясы аяқталды. Енді бізде дем үлгісін алып тастап, бізге аспект керек. Осы аспекттің атын өзгертеміз және жер бедерінің жазамыз экспозициясы. Егер карталарыңыз шықпай қалса, zoom full page басамыз. Жер бедерінің экспозициясы сәтті аяқталды. Енді шартты белгілерге қайтадан кіріп, properties'қа кіреміз да өзіміздің экспозиция мәндерін алуларымыз қажет. Абсолюттік биіктікті алып тастаймыз. Бізге жер бедерінің экспозициясы керек. Окейді басамыз, және біздің талаптар қалай орындалуына көзіміз жетеді. Енді осыны біз жылжытуымыз қажет. Көрінетін жаққа. Көрінетін аймаққа жылжытқаннан кейін, мына жаққа қойсаңыздар болады, көрінетін болса. Яғни өздеріңізде қай жақта дұрыс көрініп тұр, сол жаққа шартты белгілерді қойсаңыздар дұрыс болады. Көріп отырсыздар, егер қатты көрініс табатын болса, біз оны былай жылжытсақ, оңға солға жылжытсаңыздар дұрыс болады. Енді барлығы дұрыс сақталғаннан кейін осыны сіздер экспорт map жасайсыздар. Жер бедерінің еңістігі емес, экспозициясы. Бедерінің экспозициясы. Біздің экспортымыз сәтті аяқталды, яғни соған бір қарайтын болсақ, сіздерде нәтижеде осындай карта шығады. Жақындатып көрсеңіздер, әрбір жер бедері егжей-тегжейлі көрсетіліп тұрғандығы көрініс табады. Енді соңғы қадам бізде контурларды жеке-жеке бөлу. Біз экспозицияны экспорттағаннан кейін бұны сақтауымыз қажет. Сейвті басамыз. Енді файл, save as дейміз. Save as'ты басқаннан кейін жер бедерінің шайылу деңгейі дейміз. Шайылуы. Немесе отмывка рельефа, немесе hill shape деп айтамыз. Отмывка, hill shape. Басамыз. Яғни егер былай рұқсат бермесе, нижний пробел қоя саламыз. Енді осы жақта біз hill shape'ті қоямыз.
скриншот қойғаннан кейін бізде оның шартты белгісін көрсетудің қажеті жоқ. Шартты белгілер және жер бедерінің шайылуы деп ат береміз. Жер бедерінің шайылуы немесе отмывка рельефа дейміз. Отмывка рельефа кейде басамыз. Егер сыймайтын болса, біз оны сәйкесінше көшіреміз. Отмывка рельефа. Енді осыны экспорт жасаймыз да, біздің карталардың баспаға шығарылуы осымен аяқталады. Отмывка рельефа, сохранить етеміз. Экспорт бізде сәтті аяқталды, яғни соны бір ашып көретін болсақ, біздің экспортымыз дұрыс аяқталғандығы көрініс табады. Енді сіздер осы жұмыстың нәтижесін көрсету үшін Word ашамыз да, осы жақта барлық карталарымызды салып біріктіруіміз қажет, яғни атлас ретінде біріп көрсетеміз сол бойынша. Енді деректер бойынша, яғни дизайнға, макетке кіреміз. Ориентация, альбомный ориентацияға қойып, сіздер осылардың барлығын жеке-жеке карталарды біріктірулеріңіз қажет. Енді көрсетілген карталарымызды біз салуымыз қажет. Ол үшін Word-ты сол жағын алып, мысалы ең бірінші жер нысандық үлгісінен бастаймыз. Осы жаққа саламыз. Еңістігі ары қарай экспозициясы. Осылай карталарды жеке-жеке салуымыз қажет. Файлды басамыз, сохранить как. Обзорды басамыз. Осы папканы біз сәйкесінше сақтауымыз қажет. Настройки диск приложениеға кіреміз. Растр. Растрда, мысалы, готовый картаның ішінде, мысалы, карта деп сақтасақ. Окейді басамыз, және де осыны экспорт жасаймыз. Создать PDF. Картайды басамыз да, PDF-қа жеке-жеке бөліп қарастыруымыз қажет. Мысалы, карта деген бізде ашылды. Енді ашып қарайтын болсақ, соңғы нәтиже осындай түрде көрініс табу керек сіздерде. Осылай жасайсыздар.